Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Ойпырмай, Тоқаев шынында Путиннің алдында қасқайып тұрып, Луганск мен Днепрді мойындамайым деп тау, еркек шығар шынында. Еркегің осындай ақ болар деп сүйсініп, орыстың алдында қасқайып жауап берген қазақты көргендей боп, өздерінше бір ұлттық намыстары оянып қалғансып, сөйтіп отыр екен. Ал Днепр мен Луганскіні Тоқаев мойындамағаннан Путиннің қылшығы қисаймайды. Бұл Путин мен Тоқаевтың келісіп алып, бейне Қазақстанды тәуелсіз дербес саясаты бар бөлек ел сияқты қып батыстың алдында образдағаннан басқа түк емес. Себебі Путиннің жаны дәл қазір тұмсығының ұшында. Оның бүкіл ақшасы Еуропада бұғатталды. Оған мұнай мен газды жасайтын жабдықтардың өзіне дейін шетелден санкциялады. Ең қарапайымы оның ұшақтарының өзі жарты жылдың ішінде Ресей ішінде де ұша алмайтын халге жетеді. Себебі Ресейде ұшатын Боинг ұшақтарының тез тозатын жабдықтарының барлығын Ресейге сатуға тыйым салып қойды. Ендігіде оның күні Қазақстан арқылы болмақ. Яғни Қазақстан Боинг ұшақтарын керек жабдығына дейін, мұнай мен газдың тез тозатын жабдықтарына дейін, тағы Ресейге санкцияланған барлық нәрселерге Қазақстан өзі алып, артынан Ресейге жымысқылықпен жеткізіп береді. Онсыз да Қазақстанға кіріп болған Ресейдің 1 миллион азаматы барлығы сол Ресей КГБ-сінің, Ресей ұлттық қауіпсіздігінің тапсырмасы бойынша Қазақстанның азаматтығын алып, енді сол Қазақстан азаматы деген атпенен Қазақстанда барлық жылжымайтын мүліктерді, барлық жылжитын мүліктерді сатып алып, сол арқылы Ресей рублінің құнсыздануын сақтап қалмақ. Себебі Қазақстанда да үлкен нарық тұр. Қазақстанның сыртқы бюджеті де, ішкі жалпы өнім құны да әжептәуір жоғары елдің санатында. Мұнай мен газ біздің қолда тұр. Әлем бойынша 4-ші елміз. Уранның 60% біздің Қазақстанда. Жер шар дейтін планетадағы барлық уранның 60% бізде екендігін айтуға болады. Ал енді осындай кезде Путинге Тоқаевтың осындай әртістік көрсету керек болып тұр. Оны екеуі өзара келісіп алған. Тоқаевты масқаралап Кемел Жемелевич, Жемел Кемелевич, Мебелевич деп қайта-қайта Путиннің быдықтауда әртістік. Ол өзінің орнының кім екендігін орыс ұлтшылдарына сол арқылы көрсетті. Ал Тоқаев бұл жерде сарабдал саясаткер немесе тәуелсіз бір елдің басшысы емес, Путиннің басы байлы құлы, кесік құлақты құлы болып тұр. Путин өлдесе өлетін, тірілдесе тірілетін, Путиннің кәдімгі шыны ішіне тыққан жыны сияқты ғана біреу. Оның өз басында еркіндігі жоқ. Себебі оның жаны екі бастан Путиннің қолында. Ол анау Қытай Халық Республикасына Совет одағы тарапынан жіберілген елшілік қызметкері болған күннен бастап, тіпті оның алдында ол Совет одағы ұлттық қауіпсіздік комитеті, яғни комитет государственной безопасности, КГБ дейтін, анау тубасы Лениннен басталатын НКВД дейтін әлемдегі ең сұмдық, ең қаншер ұйымның мүшесі болған. Оның әкесі де сондай қаншер ұйымның белді мүшесі болған. Енді сол Тоқаевтың әртіс болу дәл қазір Путинге керек болып тұр. Оған Путинді мақтаған, жақтаған Тоқаевтан көрі Путиннің алдында аталмыш тырнақша ішінде қасқайып тұрып, Днепр мен Луганскінің тәуелсіздігін мойындамаймыз дейтін Тоқаев керек болып тұр. Сөйтіп, батыс пенен Ресейдің ортасында кәдімгі делдал болып жұмыс атқармақ. Тоқаев сөйтіп, Путиннің өмірін ұзарта түсетін ең соңғы қармаған талы болып қалмақшы. Енді Қазақстанда қалың ертеңін ойламайтын сұмырай жағымпаздарға айтатыным. Және барлық ұлтшылдарға айтатыным. Мынау Тоқаевты мақтаған жағымпаздарды ұмытып қалмайық десек, барлықтарыңыз солардың фейсбуктерін скриндеп, инстаграмдарын, твиттерлерін скриндеп, өз фейсбуктеріңізге салып қойыңыздар. Ертең Путин ажал құшады, немесе халықаралық сотта ол жауап береді. Себебі Екінші дүниежүзілік соғыстан бері батыстың жеңілгенін ешкім көрген жоқ. Кеше немістерді жеңген кім? Батыс. Кеше Совет одағын құлатқан кім? Батыс. Кеше Жапон фашистері мен Италия фашистерін жеңген кім? Батыс.
Кеше Совет одағын бүкіл Германиядан шегінуге және екі Германияны біріктіруге мәжбүрлеген кім? Батыс. Бүкіл Шығыс Еуропаны Совет одағының тегеурінен құтқарған кім? Батыс. Совет одағындағы республикалардың азаттық алуына себепші болған кім? Батыс. Бүкіл қаржы, ақша кімнің қолында? Батыстың қолында. Бүкіл техника кімнің қолында? Батыстың қолында. Бүкіл финанс, банк кімнің қолында? Батыстың қолында. Ендеше әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығады. Бар болғаны Путинді қансыратып ойнауға кірісті. Украинаның батпағынан Путинді не ары жібермей, не бері кіргізбей, осы Украин топырағында соғысты соза түсіп, ең соңында Ресейді бірде 2 ғасыр бойына есін жия алмастай әбден тығырыққа тірелген, ішкі жағынан барлық қарақшылықтарменен мафиясы көтерілген, быт-шыты шыққан, тас-талқан болған, өндіріс, өзгеріс, ғылым, білім деген ешқашан ойламайтын, бүкіл ақылды адамдарменен талантты жастарының бәрі шетелге босып кеткен, бүкіл қызы жезөкше болып шетелге қаңғып кеткен, мемлекетті қирап тас-талқан болған, және ешқашан 1-2 ғасырсыз есін жимастай қара түнек батпаққа батқан Ресейді қалыптастыру керек болып тұр батысқа. Себебі оларға дәл қазіргі бір орталыққа бағынған, Путиннің шовинистік, импершілдік пиғылына уланған, күшті қуатты және қолында қаруы бар, әсіресе атом қаруымен ракетасы бар, және кез келген уақытта шовинистік, имперлік пиғылменен айналасына қауіп төндіретін Ресей керек емес. Оларға Ресейдің бүкіл мамандарын ұрлау керек. Дәл қазір Ресейдегі қарапайым студенттің мықты оқитындарынан тартып, және қарапайым ғылым адамдар, ең қарапайымы хирургиялық операцияны жасайтын дәрігерлерге дейін, тіпті анау провинциясындағы облыстық деңгейдегі дәрігерлеріне дейін Еуропа мен Америкаға қашып үлгерді. Батыстың көздегені де сол. Олар Ресейдегі бүкіл ақылды талантты адамдарды ұрдап алып кетпек. Әрине, Еуропа мен Америкада немесе батыста бұндай орыста бар талантты адамдар оларда жоқ па? Жоқ емес, бар, жетеді. Бар болғаны бұндай адамдардың Ресейде болмау керек. Ресейде сол құлғытанның тұқымдары және бас істемейтін, арақтан басқаны, зинадан басқаны ойламайтын, бүгін мас болса, ертеңін ешқашан елестетпейтін қалың есерсоқтар мен сұмырайлар керек. Сөйтіп, Ресейдің бүкіл экономикасын күйретіп, ешқашан есін жимастай қалға келіп, сосын ертең оны 15-те 16-ға тағы да бөлшектеп тастайды. Ол бөлшектеген кезде құрамынан татар кеткенде ойбай деп айғайлауға шамасы жетпейтін Ресей керек. Шешен тәуелсіздік алған кезде мынау несі деп 3-ші шешен соғысын бастай алмайтын Ресей керек. Тіпті Ноғай мен Башқұртта тәуелсіздік алып, анау қиыр шығыстағы якуттерге дейін тәуелсіздік алып, Ресейдің ықпалынан шыға алмай отырған қаншама ел тәуелсіздік алғанда, орыстардың ешқайсысы оған шамасы жетпейтіндей, мәу дей алмайтын, мыңқ дей алмайтын халге әкелмек. Ол үшін Ресейді кәдімгідей қазақы қой бауыздағандай қанын әбден ағызып барып, содан кейін барып оны ремек, соймақ.